О, баламның да туған күні келіп қапты ғой. Балам туған күні құтты болсын. Көрдің бе, саған кеше көптеген сыйлық әкеп тізіп қойдым алдыңа. Қумаш папаны аз ғой сыйлық, маған жетпейді. Нені 20 па штук? Ой, аз ғойның. Достарым күлетін болды енді маған. Айтпашы, сіз папама телефон әперем дегенсіз. Ой, есіме шығып кетті балам. Ертең алып бере салайын. Бүгін енді уақыт жоқ. Нағыз сыйлықтар ашып ойнап күле отыр осымен енді. Папа, сен мені осымен алдан келіп тұрма? Қумаш, мен алдырмай баған сыйлықтарын керек емес, ойыншықтар ойнамаймын. Маған тек телефон керек. Samsung па, iPhone ба, қымбат брендтегі телефонды алып бер маған. Достарым күлетін болатын болды енді ма? Бай болып, телефон жоқ, айбай, фу деп. Кешірші балам, енді есіме шығып кетті. Ой, ол да бір телефон бәпше алған деп ұмытып кеттім. Магазинде бәрі жабық қой, ертең алып келе салайық болмаса, я? Жоқ, маған бүгін керек. Маған бүгін керек, папа. Телефон бүгін керек. Осың ба? Ертең достарым күледі, сосын маған бүгін керек. Сонда сен мені әке жақсы көрмейсің бе? Той, мен достарым күледі, мен мазақтайды, мен ондай жек көрем. Болды балам, жылама. Жайлы қарастырамыз. Қой отыршы, жыламеш. Сен жыласаң қорқам балам. Маған телефон қатты керек, әке. Өтініш сіздер қарастырыңызшы, бірдеңесін жасаңызшы, әке. Болмайтын айтпесе. Енді тезірек барып жатама, бірдеңе қарап көрейікші телефондар магазиндерде бар шығар, қазір көрейікші, алдына көріп қалған емші. Ойына іздеп қайтайшы, қайсы өзіне алмайды, алдына бір көріп қалған емші. Осы сақтыған 512 гигабайт дейді, осы керек қой, Roblox көтереді дейді, ойнауға нормально дейді, осыны алу керек қой. Бағасына чегінен 1 миллион тұрады деген, изи ғой, біз баймыз ғой, ақша керек емес бұндай, маған 1 миллион теңге. Осыны заңдап көрейін онда. Алло, саламатсыз ба? Осы сіздер Супак деген не ма, сіздерге магазин ба, сол телефон келеді маған. Қандай телефон, Oppo ма не ол өзі, Vivo ма не ол? Саламатсыз ба? Бізде Супак деген магазин, қазір бізде ең қымбат телефон 1 миллион теңгеге Oppo деген телефон бар. Осыны алсаңыздар болады. Бұл ойының бәрін көтеріп ал, не бұл өзі, қандай телефон бұл өзі? Жер сізге Каспиңізге ақшаны салып жібердім. Бізге әкеп берсаңыздар, осыны адресіге жазып жіберем батсаңызға. Ойының бәрін көтереді, четко істейді. Осыны алсаңыздар өтеді, адресіңіз қазір жақын екен, бізге қазір барып 5 минутта келеді. Жақсы болды, телефон беріп қойдым енді. Балам қазір телефон беріп қойдым. 1 миллион теңге арзан ғой. Өте арзан телефон сатты. Баламға беріп қойдым, қазір келеді және ма? Балам болды, жылама, беріп қойдым, қазір әдем күшті телефон келеді. Roblox'та әдем көтереді, қатпай кайфтанып ойнайсың. Ол қандай 500 гигабайт дей ма? Ол қандай телефон аты білесіз ба? Камерасы нашар ма екен, қандай екен? Маған сол керек қой, подругаларым, достарым күледі класстағы балдарға. Камерасы нашар екен деп, не бөлі? Қандай еді? Oppo деген ба? Күшті телефон дейді. Білмеймін, ойында қатты көтереді дейді. Камера жағын білмейді екен, ойында қатты көтерсе болды ғой. Ой, ондай Oppo, поколан кей емес маған, әке, нашар ол. Ескі телефон шығар, ол кім біледі. Маған осы қазіргі новый шыққан телефон керек. Өмір үстес қой, әке. Бір қымбат телефон әкеліңіз мейді маған. Жарайды, онда қазір заказды алып таси саламын қазір заңдап бұларға айттан. Туған күнің менен, балам құтты болсын. Туған күнің құтты болсын, балам, жарайсың. Қаншаға толдың, молодец балам. Міне саған сыйлығымды әкеп қойдым. Міне қаншама жұмыс жасап, ақшаның бәрін жинап, осы саған 100 теңгеге Poco деген телефон алып бердім. Қалай, ұнай ма саған? Әне ашып көр сыйлығыңды. Вау, папа, рахмет сізге ше. Қашаннан бері мен телефон аңсап жүрдім, осы сізді алып береді шығар деп ойладым. Сол себеттің ешқайсына ақшасын төлемес, себетті де төлемей, ақшаның бәрі сан жинадым ғой балам енді. Бар енді ойнап қайта ғой, мен тамақтан шығып қояйын. Вау, күшті, әке телефон ойнап жатыр, достармен бар ойнап қайтайын, телефонды алып алып онда. Күшті, әкені телефонға сразу Roblox тартылайыншы мен. Roblox тарттым, достар енді аккаунт ашайын. Вау, күшті, енді барып достармен ойнап қайтайын. Әке, мен қарным кішкене ашық қалды енді. Балабай, сен бара бер, мен қазір тамақты күшті жасап қоясын боламын. Досыма барып келші, досым как раз жылап тұр екен ғой. Ё-моё, досым, чо там, қалайсың? Мен туған күнім, сен де туған күнің құтты болсын, туған күнің. Өзіңнің туған күнің құтты болсын. Менің көңіл күйім вообще жоқ. Әке маған телефон алып бер, мені туған күнім. Көп сыйлық алып бердік, не істеймін, ойыншықтар керек емес маған. Саған көп ойыншық алып берген ба? Менде бірде бір ойыншық жоқ қой. Ё-моё. Нана қара, маған әкем Poco деген телефон алып берді. Өте күшті телефон екен. Ұнады маған ше, 100 мың теңге ұстайды екен өз бағасына ше. Саған телефон алып бермеді. Сендер байсыңдар ғой не деген мен. Маған да телефон алып берді, бірақ ол жаман телефон, камерасы нашар. Қандай Vivo ма, Oppo ма, бір болмайды телефон, ұнамайды маған. Ол да күшті ғой, алай берсейші.
Roblox көтеріп дейді керек емес маған ондай кеттім паша сен мен түсіне кетші. Мен қуадың үйінде кір ё-мое сыйлық болып қойдым маған осыны берсе телефон керек емес мен ойыншықтармен ойнап отыра беремін біреу екеу үшеу еба шексіз мынау сыйлықтар көп қой менде бір ақша бірақ подарка ё-мое ойыншық әперген жоқ мен соның өзіне жылаған жоқпын кайф құнан қызылы бар көк сары жасыл ақ бәрі тұр ғой мә қашан мен осыны әперген қой мен үйге кірдім онда қарным ашты тұрса әкем дайнап қойған сияқты кірейін үйге болды балам мұңайма ертең ба айфон ба самсунг көтеріп ертең алып беремін енді бүгін емес мен қазір саған қаншама кекс пицца бургер бәрін дайнап қойдым міне көрдің ба ал жеп ал қарның ашып қалған шығар балам көңіл күйін түсірмен жарай ма енді Жарайды әке бірақ ертең точно маған айфон алып бер немесе самсунг басқасы керек емес қарнымды тойдырып алайын енді сосын ұйықтап алайын онда мен әке мен келдім ой балам кел отыр дастарханға міне үйде тамақ қалмапты сосискаға жететін шығар деп ойлаймын енді екеумізге мен осы сосисканы жеп алып қарнымызды тойдырып алып кайфтанып ұйықтайық енді әке рахмет телефон ана балаға көрсеттім оған әкесі телефон әпермепті әлі білмеймін бір телефон әперемін бірақ ұнатпай қалған ба бірдеңе сізге рахмет әке маған мақтанып қалған соң кішкене бет телефон сап алып ой мына светті ойнай берді ақшаны төлемедім енді келесін төлеу керек енді балам енді ой әлі үйге продукт алу керек свет өшіп қалған қап қана отырған бізде ой ұйықтайық балам енді свет жансың қайтадан жанды ғой тамақ жеп алайық та ұйықтайық тезірек мен балама телефон әкеліп берейін қазір жыламай тұрғанда ұйықтап жатыр ол қазір тезірек машинаны отандырып мен қазір машинаны да отандырып телефонға алып келейін давайте достар